ұбт-ның екінші мүмкіндігін тапсыратын талапкерлер. Сіздер математикалық сауаттылықтан есептің тиімді жолдарын шығаруды үйретемін. Ол үшін оң жақтағы плюс батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп алыңдар. Бүгін келсеміз қатынас туралы. Егер қатынас пропорционал деген сөздер келсе, оларға қасында x қосып жазуды ұмытпаңдар. Бүгін келсеміз былай екен. 3700 теңге 6 күрек, 1 балта 2 ара сатып алды. Күрек балта ара бағаларының қатынасы сәйкенше 5, 3, 2-ның қатынасындай. Бір күрек неше теңге тұрады дейді. Енді қарайғанда осы жерде. Сонда 6 күрек қосамыз. 1 балта қосамыз. 2 ара тең болады 3700 теңге. Міне. Күрек деген яғни 5x. Мынау тиісті. Яғни 6 көбейту 5x қосамыз. Бір керегіміз 3x қосамыз. 2 көбейту 2x тең болады 3700. Міне. Енді екен көбейтсек 30x қосамыз 3x қосамыз 4x тең болады 3700. Міне. Енді үшеуін қосатын болсақ, бізде 37x деген нәрсе пайда болады. 37x тең болады 3700. X тең болады болса да, ол 100-ге тең болады. Яғни бұл жердегі қатынасымыз 100-ге тең екен деген сөз. Сонда бір күрек неше теңге тұрады дейді. Яғни күрек дегеніміз ең бірінші яғни міне, мынаның бағасы, яғни күректің бағасы 5x. Яғни мынаның арасында көбейту деген таңба бар. Бізде көбейту деген таңба бар. X дегеніміз 100-ге тең болды. Сонда күрек дегеніміз бізде 500 теңге екен. Сонда бізде А жауабы тура келеді.